Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сөздердің ғажайып әлеміне саяхат жасаймыз. Әрбір сөз кішкентай қазына. Ол бірде адамды атайды, бірде затты білдіреді, бірде қимылды, бірде сан мен сапаны көрсетеді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз таптары. Бұл сөздердің қалай топқа бөлінетінін, тілдің қалай жұмыс істейтінін үйрететін ерекше тақырып. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатын бірге білейік. Яғни біз бүгін нені үйренуіміз керек? Бүгін біз сөздерді дұрыс топтарға бөлуді үйренеміз. Яғни қай сөз заттың атын білдіреді, қай сөз қимылды көрсетеді, қай сөз қандай екенін айтады. Сонымен бірге мәтінді түсініп оқып, мазмұны бойынша сұрақ қойып үйренеміз. Егер сен сұрақ қоя алсаң, сен мәтінді түсінесің. Ал егер сөз таптарын ажырата алсаң, сен қазақ тілін жақсы меңгеріп келе жатырсың. Бүгінгі сабағымыздың құндылығын айта кететін болсақ, жасампаздық пен жаңашылдық. Яғни біз ойлап, ізденіп, жаңа нәрселерді үйренеміз. Шығармашыл бала, ойлы бала деген сөз. Әрқайсымыздың ойымызды еркін айтып, терең меңгеруіміз керек. Мына сөздерге қара. Бірі адамды атайды, бірі затты көрсетеді. Бірі қандай екенін айтады. Олар жай ғана сөздер емес. Олар топ-топқа бөлінетін сөздер. Сонымен, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қалай деп ойлайсыздар? Әрине, сөз таптары. Біз сөздерді топқа бөліп, тілдің ішкі құрылымын үйренеміз. Балалар, қазір біз ерекше көмекшіні шақырамыз. Ол тыңдай алады, оқи алады және бізге көмектесе алады. Бұл жасанды интеллект. Біз қазір оған ат қоямыз. Қалай атасақ болады деп ойлайсыздар? Ендеше, оны бүгін ақылды дос деп атайық. Ақылды дос, бізге Ержан туралы мәтінді әдемілеп оқып берші. Нұртай мен атасы көршісінің үйіне келді. Оларды құрметтеп төрге шығарды. Осыдан кейін үй иесі сәбиді алып келді. Сәбиге ат қою үлкен міндет деп Нартайдың атасы сәбиді қолына алды. Оның құлағына "Сенің атың Ержан" деп 3 рет айғайлады. Содан соң үй иесіне қарай бұрылып, "Енді Ержанды өз қолына алып, бесігіне апарып жатқыз" деді. Басқа қонақтар "Ержанның өмір жасы ұзақ болсын" деп тілектерін айтып жатты. Олай болса балалар, бірінші жаттығуды орындайық. Мәтінді мұқият тыңдадық. Енді мәтіннен кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді теріп жазамыз. Ережеге назар салыңыздар. Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз табына бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Зат есім кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім қанша деген сұраққа жауап берсе, сын есім қандай деген сұраққа жауап береді. Екінші жаттығуға назар аударайық. Сөздерді оқы, сөздерді кестеге орналастыр. Бұл жаттығуды орындау үшін Padlet тақтасына өтеміз. Міне, сіздерге кім, не істеді, қандай, қанша деген сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға жауап беретін сөздерді кестеге орналастырамыз. Ата. Кім? Ата. Салт дәстүр. Не? Салт дәстүр. Қырық. Қанша? Қырық. Үйренді. Не істеді? Үйренді. Жеті. Қанша? Жеті. Қызық. Қандай? Қызық.
Келесі шілдехана. Не шілдехана. Келесі сөзге назар аударайық. Бесік. Қандай сұрақ қоямыз? Әрине, не деген сұрақ қойылады. Не бесік. Келесі не істеді? Жасады, шақырды деген сөзге сұрақ қоямыз. Не істеді? Шақырды. Қонақ. Кім? Қонақ. Келесі. Кім? Әже. Қандай? Кішкентай. Міне, біз кестені сөздердің мағынасына қарай орналастырдық. Енді тексеріп шығайық. Кім не? Ата, салт дәстүр, шілдехана, бесік, немере, қонақ. Не істеді? Үйренді, салды, жасады, шақырды. Қандай? Қызық, үлкен, кішкентай. Қанша? 47. Тамаша, жарайсыздар. Ал енді балалар, 4-ші жаттығуды орындаймыз. 4-ші жаттығуда кім сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек, не сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек топтастырайық. Бұл тапсырманы орындау үшін біз Learning Apps платформасына өтеміз. Тапсырмаға назар аударайық. Күріш сөзі кім ба? Әлде не деген сұраққа жауап бере ме? Не деген сұраққа жауап береді? Түлкі не деген сұраққа жауап береді? Ата, кім ата? Ұста, кім ұста? Қарға, не қарға? Ойыншық, не ойыншық? Дәрігер, кім дәрігер? Нағашы, кім нағашы? Ал енді дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Тамаша, жарайсыздар. Ал енді балалар, барлық алған білімімізді бекіту мақсатында қазір біз батыл қадам интерактивті ойынын ойнаймыз. Ол үшін Educa Play платформасына өтеміз. Назар аударып, сұрақтарға жауап бер. Зат есім деген не? Әрине, зат есім заттың атын білдіреді. Өте дұрыс. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып сөйлемді толықтыр. Ертең ауылдан, әрине. Ержанның әкесі келеді. Жарайсыздар. Мәтіннен жалқы есімдерді тап. Түркістан қасиетті қала. Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Тамаша. Жануарларға қойылған атауды тап. Бөрібасар, талисман. Жалқы есім дегеніміз не? Кісінің аты жөні. Жан-жануарлар мен жер суаттары. Өте жақсы. Мына сөздерге сұрақ қой. Шағала, әнші, батыр, кітап. Әрине, кім не? Сөйлемнен жалқы есімді тап. Ерлан театрға барды. Әрине, Ерлан болады. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойып, сөйлемді толықтыр. Ертең ауылдан кім келеді? Ержанның әкесі келеді. Зат есімнің түрлерін тап. Тамаша,
Жарайсыздар. Жалпы есім қалай жазылады? Бас әріппен жазылады. Адамға қатысты сөздерге қандай сұрақ қоясың? Кімдер? Тұсау кесу, бесікке салу қандай дәстүр? Салт дәстүр. Сөз таптарын тап. Зат есім, сан есім, етістік, сын есім. Зат есімнің сұрақтарын ата. Кім кімдер, не нелер. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бұл ойынға сіздер өте жоғары деңгейде қатыстыңыздар. Сабаққа қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.